Қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында өте дәмді мохито дайындаймыз. Ең алдымен лаймды және де лимонды жарты бөлігін майдалап, осындай бөліктерге турап аламыз. Туралған жарты бөлігін графинге саламыз. Ал қалғанын, яғни жарты лимон мен лаймның бөлігін шырынын графинге сығып саламыз. Содан соң жалбыз саламыз және мұз. Мохито дайындау үшін арнайы осындай барбадос деген сиропты қолданамыз. Бұл барбадос сиробы кондитерлік дүкендерде немесе базарда, супермаркеттерде сатылады. Шамамен 100 мл-дей сиропты құямыз, содан соң 1 литр газдалған салқын су құямыз. Міне мохитомыз дайын болды. Өте дәмді болады. Рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.